Тобықтың тобығынан шалған кезде қара кесек емес пе тұрып берген. Айтыстан соң айырылыса саламыз ғой, талақ ете салатын сәләфтардай. Қараңғыда дауысың шықпаған соң, жарықта ашушаң боп бара жатсың. Судан ақ сүттен таза дей алмаймын басшылықта отырған ағаларды. Бел шешіп кірісем бе деп отырым, әужекең бар ма деп тұр белден әрі. Бастасын бісміллә деп балаң өлең, қарағанды баптаған ей қара керем. Алайын алды менен амандасып, қазақтай дархан көңіл дана менен. Ассалаумағалейкум астанама, 3-4 жыл кездеспеппіз шама менен. Ел ішінде жаңалық көп екен ғой, бәріне қалай бірақ баға берем. Әлеуметтік желіден әрі жүріп, әр нәрседен хабарсыз қала берем. Біреулер ұсталыпты параменен, біреулер жабылыпты жаламенен. Біреулер домбырамды харам депті, ойнайын деген екен баба менен. Бәлкім алтын домбыраны айтқан шығар, осындай ой туып тұр жаңа менен. Мұсылманға алтынды харам деп сөйлескенде бір имам аға менен. Әйтпес ағаш домбыраның несі харам, кішкене ойланбай ма сана менен. Мен түгіл әкем тартқан домбыра ғой, мен бірақ осы ойымда қала берем. Бәрібір мұражайда тұрады ғой, алтыннан жасалса да ала берем. Жұп болам деп келгенде қандай гүлмен, соғылдау тасқа келіп маңдай бірден. Бұл менің 40 жылғы құрдасым ғой, тарихын бүгін біраз талдаймын мен. 20 жыл қыр соңымнан қалмай жүрген, 30 жыл отау құра алмай жүрген. 18-дің келсе де үшеуіне білімге біргісідей қанбай жүрген. Шетелден болашақпен білім алып, шекарадан 2-3 жыл шалғай жүрген. Ажарын ай күлгенін күнге теңеп, назарын жігіттерге салмай жүрген. Кафеге қол ұстасып барған менен, некеге жол ұстасып бармай жүрген. Ақырет бар дегенге сенген менен, махаббат бар дегенге нанбай жүрген. 80-ші жылдары туылса да, 80% жұлдызы жанбай жүрген. Жандарын биік қойған малынан да, арларын биік қойған жанынан да. Дана ұлы Абайдың ұрпағы ғой, тобықты болатын мен танығанда. Бабаңды хакім қылып шығарсын деп, ділдәні қосқан екен бағын Алла. Абай атаң әйелге жарыған мен, ақанып Құдашаға жарыған ба. Онай бопты жүргелі жұмыссыз жүргеніне, дәл бұлай бұрын соңды қамыған ба. Тұрмысқа шық дегенім аз болғандай, жұмысқа шық деп енді шалынам ба. Таңдайым құрғағанша тақылдайын, маңдайым терлегенше лапылдайын. Ебін таппай отырар жас қыз емес, еркелетіп басымды қатырмайын. 10 ай бойы жұмыссыз жатқан қыздың оң жағынан ақырын жақындайын. Құдаша сен де кәрі, мен де кәрі, айтпай ақ біліп отыр елде бәрі. Жеңге емес, келін емес, жас қыз емес, ежелгі Құдашам ғой емге дәрі.
бел шешіп кірісем бе деп отыр ем, әужекең барма деп тұр белден әрі. Ай-ей-ей-ей. Өз басын тірі жанға тең көрмеген, бір басын хан қызынан кем көрмеген. Түріктердің тілдерін меңгерсе де жігіттердің тілдерін меңгермеген. Жансая екеуіңе жар таба алмай, жарты өмірім өтті ғой сендерменен. Ештеңе қалмаса да мен көрмеген, біраз нәрсе бар әлі сен көрмеген. Кейінгі кез айтысып келіндермен, еркекпін деп ұят екен ербең деген. Мусина екеуіңді қатты іздедім, сендердей маған ешкім дем бермеген. Келінмін деп керіліп отырғаннан, кемпірлерім жақсы екен кердең деген. Ай-ей-ей-ей. Сабағап көрмеген соң қамшыдан ше, түспей жүр асығы да алшыдан ше. Құда мен құдаша боп қалжыңдассақ ешқандай көрмей тұрмын ерсі нәрсе. Салт дәстүр дегеніңіз осы емес пе, рухани жаңғыруға жаршы нәрсе. 9 айда қаншама шәруа бітіп, тамырыңа айналар тамшы нәрсе. 10 ай бойы жұмыссыз жату деген ұлттық идеологияға қарсы нәрсе. Қалжыңмен ойын шыққып кет алмайсың, құдашаң осал емес тап бүгінгі. Жапырып жан-жағыңды оңды солды, сен бүгін сағынасың шат күніңді. Ескерту белден төмен барма деген, тізгіндеп тежемейді қатты кімді. Есіріп ерманыпты тыңдамаушең, әлтайып басыпты ғой ақтығыңды. Балайсың құдашаңды кемнесіпке, қашанғы қарайсың деп ендесіпке. 40 жыл шыдап келген адамыңа 41-ші жыл кеп енді өшікпе. Құдайым бұйыртпаса өлдейсің бе, әйтпесе жау деп едің мен бесікке. Білімсіз әңгім айттың білім жайлы, мынауың келмейді ғой енді тіптеп. Білім ал демеп еді бабаларың, жеткенше тал бесіктен жер бесікке. Сонымен не деп кеттің досым мақсат, басымыз бүгін екен қосыл мақсат. Секілді ақсақ түйе артқа тартта, айтыстың шыққаныңда көшін бастап. Ойламай айтылған сөз біле білсең, шайнамай жұтқан ас қой сосын мақсат. Салдарын айтары сөздің есептеп ал, төрге кеп кере бермей төсің дасқа қол. Сөзімне бермеп едім басында мән, төбемнен ойнатып тұр жасын жаман. Негізі сал сері ғой біздің мақсат, онысын өзі делден жасырмаған.
той тойлап қысы жазы арнау айтып, мақсаты жырдан шашу болған. Жұмыссыз оңай үйде жатыр деген, сөзіне күледі екен расында адам. Мен оңай айға бата жасаған жоқ, берілген ылайықты асыл бағаң. Аудардым әуезіпті түрікшеге, жететін қаламгер жоқ ғасыр доған. Үздіксіз 20 жыл еңбек етем, жиғаным тәжірибе тәсіл болған. Ал сенде стаж түгіл сайтанда жоқ, білгенің келім бетін ашу болған. 10 жылда әрең алдың дипломды, өнерің лекциядан қашу болған. Қырындап айтыстағы қызғырқынды, қойыпсың қолдағы бәр бәсің доған. Еңбектің айтысында не істеп жүрсің, жегілсің желік әлі басылмаған. Еш жерде еңбеккер боп тіркелмеген, ешқашан труда бойы ашылмаған. Құдашан бауырынан жарағандай, кекілін келістіріп тарағандай. Құдасын жерден алып жерге салдау, сахабие сәурікті талағандай. Жазығым жұмыс қашық дегенім бе, жаныңды сөз емес ет жаралардай. Труда бойы ашылмаған жұмыскер деп, не болды сонша мені табалардай. Кім айтты мені саған жұмыссыз деп, дүрбі салып артымнан қарағандай. Стаж түгіл сайтаны жоқ деп қояды, өзінде екеуі де бар адамдай. Құдаша қызық болдау тап бергені, бүгінге мақсат болдау нақ термегі. Ауылда қожалықта жұмыскермін, өзінше көрінетін тәтті еңбегі. Негізі нағыз еңбек ауылда ғой, әсемдер қайдан білсін жат жердегі. Еңбегерін ауылға таратар ем, 2 күн басшы қылса әттең мені. Еңбек деп жүріп не болды енді, кешегі қарағанды шахтерлері. Еңбек кітапшалары ашылғанмен, өмірінің жабылған дәптерлері. Қар орамал жамылып қарағанды, қаралы күн шошыттау бар адамды. 46 жерлесім жерге кетіп, жүрегі құрғыр тағы жараланды. Аңырап арттағанша ана қалды, қаңырап қайғы жұтып қала қалды. Жарларынан айрылған жесірлермен аяймын артындағы балаларды. Митталдан іздей бермейміннің бәрін, жан-жақты жасау керек шараларды. Судан ақ сүттен таза дей алмаймын басшылықта отырған ағаларды. Қандастардың қанымен өтеп жатыр қанша жылғы жекпелген параларды. Жемқорлық деген анау жаман әдет, атыңа айтам сенің налан әлет. Үкімет енді бетін бұрып жатыр, 30 жыл кеншілерге қарама бет. Әншілерді көтеріп төбесіне, кеншілерді адамға санама бет. Биыл емес жылда қанша кісі өледі, онсыз да біздің халық шамалақ ет. Кен таусылат дегелі қанша болды, адамның өмірінен садаға кет. Бүйте берсе қорқамын кенім емес, кеншілерім таусылып қалама деп.
Құдаша рас негізі ғаламатсың, өнерменен өлеңге адал ақсың. Бүгінде Ахановпен айтысам деп ағамнан сұрап аттай қалап апсың. Мақсатпенен айтыссаң айтысқа шыға қалсам, мақсатыма жетем деп шамалапсың. Айтпақшы Оралханның айтысына өткенде Алматыға бара қапсың. Ютубтан айтысыңды көріп едім, біздерді тіпті адамға санамапсың. Төбесіне көтеріп отырса да төлегеннің жүрегін жаралапсың. Әсемсіз айтыстарың әсерсіз деп өзіңді өте биік бағалапсың. 20 жыл жұлдызыңды жандырсақ та 20 минут ішінде қаралапсың. Соңғы кезде Әсемжан қатты өзгердің, Құдан қалай өзіңе жала жапсың. Қараңғыда дауысың шықпаған соң, жарықта ашушаң боп бара жатсың. Ажарың әппақ екен таң атқандай, базарың бірақ тарқап баратқандай. Қартайғанша қасымда жүр сошылай, кешегі тәушен менен манаптардай. Әужекең аптығыңды басыпты деп, әзірге қой отыршы қанаттанбай. Ағамыз давай десе болды маған әрекетке көшемін қарап қалмай. Бұрымыңнан ұстасам босатармын, буынға түсіп кеткен шараптардай. Жарты сағат жаныңда отырғанда мақсатты жын соқты ма талаптанбай. Екеуміздің махаббат қысқа бірақ бүгінгі қоғамдағы балақтардай. Айтыстан соң айырылыса саламыз ғой, талақ ете салатын сәләфтардай. Төрінде өркен жайған төл өнері, қазақтың алтын арқа беделеді. Ағаңнан сұрап алған ештеңем жоқ, жұптапты өзі тартып жеребені. Жағдайын қарағанды жақсы айттың, қаламыз қара алтынға кененеді. Осының барлығы да басшылардың тоқмейіл салғырттығы себеп еді. Жағдайдың бәрін жақсы біліп тұрсың, ертерек ескертсең жөн бөлек еді. Жылаудың пайдасы не, жарылған соң жарылмай тұрып жырлау керек еді. Сен жаңа вахабистер жайында айттың, астары бұл ойыңның терең еді. Сапсиған шоқша сақал шолақ балақ, жастарға берген теріс өнегені. Қапқара киіндірген әйелдерін зайырлы қоғам болар не береді. Қыздары сән салтанат құрған ұлттың, қырында қызғалдақтай бір жарыппын. Өсірген еркін ерке қыз баласын, қазақы байдастырден үлгі алыппын. Қос етек көйлек кисе қынама бел, белгісі шолпы шашпау сырға құттың. Үкілі тақиясы басындағы жүретін қос бұрыны ырғалыптым. Ал қазір тұмшаланып киінген көп, белгісі емес пе бұл мыңға ұптың. Никаппен бетін жапқан қыз балалар, шырмалған гүлі сынды шырмауықтың. Қазақтың ай жүзді ғой арулары, жабамыз жүзін қалай бұл жарықтың. Негізі әйел ұлттың айнасы еді, айналған анасына күллі алыптың.
қызының бетіндегі қызылында тұтастай ұяты тұр бір қалықтың Мінбесін адасқанның кемесіне, салайық салт дәстүрді елесіне. Әр ұлттың өзіне сай киімі бар, жарасқан тұлғасына, денесіне. Қыз бала үкідей ғой үлбіреген, оларды тұмшалаймыз он есіне. Онсыз да ибал өскен қазақ қызы, құлақсап әжелердің кеңесіне. Ал енді Ақбосаға аттаған соң, ер деген бағынған ғой егесіне. Көрмеген абыройын аласартып, өнеге биік болған өресі де. Ұятын арым менен ақжаулық қып, аналар көтеріп жүр төбесіне. Айтыста сөзін айтып шыны ердің, болдыңыз көз айымы бүгін елдің. Аман жол аға сізбен айтысқанмын, ақылы Алшынбайдай іріммедің. Құнанбай ауылынан келген қыз деп, құрметтеп қадірімді біліп едің. Ал енді жалғыз түйір құдашаңды, жан-жақтан мүйіздеп жүр інілерің. Дегенің ақыр заман боп қалды ма, белгісі деп білеміз мұны ненің. 100 жерден бұл ғасырды жаңа десек, тарихтан жанға жайлы самал есет. Абайдың ауылынан келіп тұрмын, Абайды мұқым қазақ дана десет. Ділдәнің інісі де өзің едің, жарасар ол кісіні дара десек. Жаралап тастапсың деп төлегенді, болады айтқаныңды жала десек. Әзілін құдашаның көтер алмай, сендерге не көрінді қара кесек. Жаңағы ойларыңды қорта келсем, осылай сөйлер медің орта көрсең. Мүйізде бінілерің жүр дейді ғой, құдаңды ол бүйтіп артқа тарта берсең. Жаным ау енді қалай жарта басың, жалғанда жапанда жалғыз өзің жорта берсең. Жігіттер кеп мазаңды алған сайын, ақыр заман келді деп қорқа берсең. Әясем жібім еді-ау жылып кеудең, отырсаң да орнап күліп төрден. Ағама кеп отырсың мұңың шағып, көңілің қалған екен жігіттерден. Қара кесек еліне не өкпең бар, атаңды аға сұлтан қылып берген. Тобықтың тобығынан шалған кезде, қара кесек емес пе тұрып берген. Ұлжандай апамыздың бауыр едім, қазаққа ұлы Абайды туып берген. Сол Абай ақымақ бет қызын алған, қарқалалы секілді ұлық белден. Ру емес рухымызды көтерейік, ұлғыз едік жаралған рух телден. Төсекте басы қосылған құд едік қой, талай жыл келе жатқан жүріп керуен. Құдашамен айтысып бір портия, қызықтап кетем ау деп үміттенгем. Кейінгі кез қаты кез болып кеттің, білім алып келгелі түріктерден. Сақынада сөзіміз қосылмады ау,
Сахарада малымыз біріккенмен ай ей. Салтын сақтап дәстүрін дәріптеген қазақи күн кешібек қалыппенен аяқ асты пайда боп неше түрлі орта жолда қалғандай ауып кемем. Ата салтқа атака жасап жатыр, сақтанып жүрмеген соң сауытпенен. Бет ашар болмайды деп беттен ап жүр, тарихты жатпаған соң танып терең. Домбырам харам десе айта берсін, мен оны тарта берем шабытпенен. Ол аздай тарихта болмаған деп абайдай алысып жүр алыппенен. Үкіге үрке қарап жүргендерге үмітім үзілгендей қауіптенем. Мәшекеңді ақымақ дейді мекен, тақиясын үкімен әдіптеген. Шектен шығып барады кейбір жандар, шетелден барып білім алып келген. Осы салттың барлығы бірге жасап, қазақтай келе жатыр халықпенен. Тезірек ойланбасақ ұлыт құсап, түбінде боп кетеміз қырық пышақ. Сыртқы жаудың әсері шығар бәлкім, ішімізден отырған іріткі сап. Артында не тұрғанын біле алмайсың, алдыңнан жайған менен күліп құшақ. Қара ниет бір қоғам пайда болды, күннің көзін жасырған бұлыт құсап. Жұмыл жұтылып кетуіміз ғажап емес, жұмылып кіріспесек жұрт құсап. Сақалдар ғана қалып кейін біздер, қырылып қап жүрмейік мұрт құсап. Әсемжан, құдаша айналайын ерке күнім. Күнекей секілді ертегінің, ертістей асаулығың болған менен, есілдей және де бар еркелің. Қатты кетсем бір жолға кешіре сал, бір сөзін сарыарқаның тентегінің. Көргем жоқ кеткеніңді бұрыс жүріп, білім қуып келесің тыныш жүріп. Жұлдыздар жас жігітке тиеді деп жатыр ғой ел ішінде сыбыс шығып. Еркеден қай жеріңгем ерегіскенде қылшылдаған таубас қылыш жігіт. Төлеген деп жүре берме, негізі Бекежанда дұрыс жігіт. Жания болғаннан соң анда-санда амал жоқ тұрады енді ұрыс шығып. Тырнағыңды тәтпіштеп күте бермей, алдымен үйреніп ал ыдыс жуып. Әлақ бала саулайды балағыңнан, бастысы тұрса болды жұмыс жүріп. Қыздармен айтысатын тым әдемі, мақсаттың дәстүрге бай жыр әлемі. Астымнан алты ғырдың шырқағанда, үккілі ыбырайдай үн әуені. Секілді сегіз сері ән салғанда, сулары 80 көлдің тұнар еді. Ләйлімге ән арынаған бір жан салдай, өнерге жастайынан құмар еді. Осымен қоштасайық құда бала, қайтесің қажай беріп мына мені. Келе бер аламанның алды болып, ақанның секілденіп құла кері. Құдажан әжеп дәуір өршіледің, сабырлы салиқалы болшы дермін. Сен маған алаңдама өмірдегі, өзімнің сыбағамды еншілермін. Есіме қарағанды түскен кезде, толқытып жүрегімді өршіген мұң. Қазақпыз
уайымшыл қайғыратын, қорасы өртенсе де көршілердің. Менімен әзіл деп айтпадың деп кінәламай, үңіліп жан дүниеме көршілерім. Келеді қай жерімнен ойын күлкі, қырқыда өткен жоқ қой кеншілердің. Күткенде ел отырса таңнан арай, жырымды әкетейін жалға бұңай. Кеніште кеше ғана жарылыс боп, қан жұтып қарағандым сорлағанай. Елім деп еңіреген ерлерімді, сұма жал аяқ асты жалмағанай. Туымыз енді төмен түспес екен, қазақтың көші озып алға қарай. Бақытты өмір сүрсін бала біткен, ақындар азалы жыр арнамағай. Аналар енді ешқашан боздамасын, айрылған ботасынан аруанадай. Атсекен алдымыздан ақтаңыдай, деушеді жақ болады аққа құдай. Төрімді келімсектен сақта құдай, елімді еріншектен сақта құдай. Ұлыңнан ғибадатсыз сақта құдай, қызыңнан инабатсыз сақта құдай. Даламды жарылыстан сақта құдай, баламды бағырыстан қақпа құдай. Қазақтың көк қайнарын сақта құдай, қазақтың көк байрағын сақта құдай. Қол жайдым саған ғана құлшылық қып, бере көр тілегімді патша құдай. Ой, бәрекелді. Қошемет ардақты ағайын, қыз бен жігіттің, құда мен құдашаның жақсы бір айтысы болды деп ойлаймыз. Бұл айтысты бастаған Мақсат Аханов түгел 10 Мақсатпен айтысқан Әсем Ереже қызының ұпайы 10-9-9, 10-10-10-9-9-9.